Бүгінгі күні Қазақстан Республикасының президенті Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев Қытай Халық Республикасына мемлекеттік іс-сапарын бастап отыр. Сонымен қатар өзіңіз айтып өткендей Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті Циндао қаласында өтеді. Осы іс-шараларға қатысумен мемлекеттік іс-сапар басталды. Ең бастысы айта кететін нәрсе, бір ай бұрын Си Цзиньпиннің тікелей өзінің шақыруымен бұл іс-сапар мемлекеттік іс-сапар ретінде анықталды. Өйткені бұған дейін бұл жай ғана ресми іс-сапар ретінде болғандығы. Сондықтан бұл екі ел президент арасындағы достық қарым-қатынастың жоғары деңгейінің негізгі себебі деп айтуға болады. Сонымен бірге бүгінгі таңда осы іс-сапар барысында негізінен 30-дан астам құжатқа қол қою көзделіп отыр, жоспарланып отыр. Жалпы құны 11 миллиард долларға дейтін осындай келісім шарттар құру көзделіп отыр. Сонымен бірге бұл іс-сапардың ең басты мақсаты, яғни қазіргі таңдағы Қазақстан мен Қытай Халық Республикасы арасындағы сауда-экономикалық қарым-қатынасты арттыру, екі ел арасындағы саяси байланысты арттыру, сонымен қатар қазіргі Қытай Халық Республикасының жүргізіп отырған белдеу жол бастамасы аясында, өздеріңіз білесіз, биылғы жылы 5 жыл толып отыр бұл бастамаға. Осы бастама аясында екі ел арасындағы инфрақұрылымдық, сонымен қатар инвестициялық, индустриалдық қарым-қатынасты нығайту. Осы мәселелер негізгі басты осы іс-сапардың мақсаты болып отыр. Жаңа айттық, мына Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті болады. Содан кейін соның соңында Циндао декларациясы қабылданады. 9-10 күндері, қателеспесем, өтетіні. Жалпы осы саммиттің, биылғы саммиттің ерекшелігі неде? Соны айтып кетсеңіз. Биылғы саммиттің ең басты ерекшелігі 2017 жылы Астана қаласындағы саммитте Шанхай ынтымақтастық ұйымының кеңейтілуі туралы шешім қабылданды. Яғни бұл ұйымның қатарына Үндістан және Пакистан мемлекеттері кірген болатын. Биылғы жылы осы Шанхай ынтымақтастық ұйымының саммиті ең алғашқы рет 8 жақты форматта өткеліп отыр. Сонымен бірге бұл саммиттің ең басты маңыздылығы сонда Азия аймағындағы ең ірі деген 4 ядролық қаруы бар мемлекеттер бір ортақ шешімді қабылдау туралы мәселелер қаратын болады. Яғни бұл былайша айтқан кезде қазіргі таңда мысалы геосаяси алаңдағы ақш пен Еуропа елдері үшін ойландыратын мәселе болып табылады. Өйткені маңызды рөл артады. Маңызды рөл айтады. Бұған дейін мысалы Шанхай ынтымақтастық ұйымы аймақтық ұйым ретінде қарастырылатын болса, бұдан кейін яғни бұл ұйымның кеңейтілуімен бұл ғаламдық ұйым деңгейіне көшу мәселесі қаралуы мүмкін. Өйткені бүгінгі таңда сонымен қатар Иран Республикасының осы ұйым қатарына қабылдау туралы мәселеде қарастырылуы мүмкін. Біз айтып отырмыз ғой, көп векторлы саясат ұстанады Қазақстан. Түрлі ірі державалармен теңдей дәрежеде қарым-қатынас ұстайды. Оның ішінде ақш та бар, Америка Құрама Штаттары. Осыған Қытай жағы қалай қарайды? Осы саясатқа Қазақстанның? Әрине, қазіргі таңда соңғы кезде өздеріміз бәріміз белгілі, Қытай мен ақш мемлекет арасында осы әлемдік державалар өз орнын табуға байланысты бір полярлы саясат болса, қазір көп полярлы саясатқа көшіп жатыр әлемдік деңгейде. Сондықтан бұл екі мемлекет арасында бір-біріне деген текетірестік саясат бар. Бірақ бұл тек қана екі мемлекет арасындағы болып жатқан мысалы Ресей мен ақш, яғни Еуропа елдері арасында санкциялық саясатқа келетін болсақ, бұл саясаттар тек қана екі ел, екі жақты арасында болып жатқан саясат. Бұл жерде Қазақстанның алатын орны бөлек. Өйткені Қазақстан біріншіден халықаралық ұйымдарда өзінің орнын шегелеп алған, мәмілегер мемлекет ретінде қазіргі таңда өзінің әлемдік аренада орнын тапқан мемлекет. Сонымен қатар көп векторлық саясаттың нәтижесінде қазіргі таңда біз барлық мемлекеттермен тепе-тең саясат жүргізгендіктен Қытайдың мысалы Қазақстанға өзінің белгілі бір қысымын немесе бағытын жіберетінде ешқандай қазіргі таңда мәселе тұрған жоқ. Өйткені Қытай біріншіден осы Орта Азия мемлекеттері, әсіресе Қазақстан экономикалық тұрақты әлеуетінің дамуына мүдделі болып отыр. Өйткені негізгі өздерінің қойған бастамасы бұл көп жылдық бастама, белдеу және жол бастамасы. Осы бастаманың тұрақты дамуына әрине көршілес мемлекеттердің, әсіресе стратегиялық маңызы бар мемлекеттердің тұрақты дамуы олар үшін де маңызды болып табылады. Жақсы, Қазыбек мырза, студиямызға келіп сұхбат бергеніңізге сізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен, студияда болған Елбасы кітапханасы геосаясат және өңірлік зерттеулер қызметі басшысының міндетін атқарушы Қазыбек Майгелдинов. Сау, саламат болыңыздар.